Сәлеметсіз оқушылар. Әдебиет оқу сабағын бастаймыз. 62-ші сабақ. Сабағымыздың тақырыбы спорт сенің серігің. Өлеңнің мазмұны бойынша сұрақтарға жауап бересің. Бірінші тапсырма, тапсырманы оқып, әріптерден қажетті сөзді құра. Бұл қай сөз? Тасымалданбайды, бір буынды, көп тілде бірдей дыбысталады. Бұл спорт екен. Түсініп оқы, спорт деген немене? Спорт сенің серігің, саулық пен сенімің. Спортпенен шыңдалар жігерің мен ерің. Шұғылдансаң сүйіншін, спорт жегізбекші. Етене өссең онымен, азаматсың, жігітсің, арасанбай естедің. Етене өссең, спортқа бейім болсаң деген мағынада. Спорт сенің серігің дегенді қалай түсінесің? Бірінші байлық денсаулық, денсаулық адамның ең қымбат дүниесі. Сондықтан біз денсаулығымызды нығайту үшін спортпен айналысуымыз керек. Футбол ойнауда, шаңғы тебуде, гимнастикамен айналысуда да спортпен айналысуымыз. Тіпті қар күреу, ағаш шығару секілді үй шаруасын атқаруда спортпен жұмылғандай пайда болады. Ал қыздардың үй сыпырып, терезе сүртіп ыдыс аяғын жуғаны әрі анасынан әрі денсаулыққа пайдалы. Бәрі қиын бұзылмасқа салауатты өмір салу үшін маңызды екенін көрсетеді. Төртінші тапсырма бағала. Саған спорттың қай түрі ұнайды, неліктен? Өзің білетін жүзін көрсетеміз. Футбол спорттың командалық ойын. Футбол әлемге аса танымал ойындардың бірі. Ойынның негізгі мақсаты қарсылас команданың қақпасына аяқпен немесе басқа да дене мүшелерімен қарсылас команда салған саннан көбірек топ салу болып табылады. Жүзудің түрлері жүзу спорттың түрлерінің бірі. Спорттың жүзу жарыстары еркін брас, баттерфляй, шалқалап жүзу тағы да басқа тәсілдермен елу метрден 1500 метр қашықтық аралығында өткізіледі. Сондай-ақ жүзудің қолданбалы су астында жүзу синхронды көрген дауыс түрлері болады. Жүзудің тұрмыстық екі ойын түрлері бар екен. Ескен Елубай, ақын, жамбыл облысы Қордай ауданының тұрар Қодар станциясының келген ақынның арналған өлең кітаптары бар. Бесінші тапсырма өлеңді оқуға көшіріп жаз. Спорт үйірмесі. Ескен Елубай. Мектепте ашылып спорттық бөлімге жатырмыз жазылып, кім қайда барады? Қай спорт түріне барса, топ жарады. Қорытындыла. Алтыншы тапсырма өзің қатысып жүрген спорт үйірмесі туралы әңгімеле. Өзім қатысып жүрген спорт түрлері біздің мектепте көптеген спорт үйірмелері бар. Әр оқу сабақтан тыс уақытта, әрі бос кезінде мектепке келіп, өзінің спортпен шұғылдана алады. Мектепте футбол, баскетбол, волейбол курсқа қатысады. Оқушылар әртүрлі жарысқа қатысып, мектеп намысын қорғайды. Мен футболға барамын. Жарысқа қатысушылар медальмен және мақтау қағаздармен сап түзеуде марапатталады. Оқушылардың спортқа қызығушылығы артқан өте керемет, өйткені бұл адам өте қажет және әрқайсымыздың денсаулығымызбен тығыз байланысты. Спорт деген немене өлеңін жаттап аламыз.